Осы аптаның топ комментері атанып, біздің арнамыздың белсенді көрермендерінің бірі болғаны Эльмира Айымбаеваға сәлем жолдаймыз. Көпшіліктің сұрауы бойынша мына видеоны дайындап отырмын. Сіз естіп пе едіңіз, әлемде саясаткерлер, басшылар, әлемнің ең бай адамдарынан да үлкен билікке ие, әлемге үлкен әсер бере алатын, жасырын түрде әлемге үстемдік етіп отырған құпия ұйымдар жайлы. Сіздермен бірге Ерасыл. Бүгін біз көпшілік осындай ұйым деп сенетін иллюминати жайлы айтамыз. Иллюминати жайлы шын толығырақ түсініп білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіз. Дайын болсаңыздар, видеоны бастайық. Сіздерге жақсылап түсіндіру үшін иллюминатидің тарихынан бастайық. 1776 жылы Адам Уэшафт деген Германия азаматы Франция философиясынан ой алып, жаңа әлем заңын орнату үшін иллюминати деген ұйым құрады. Иллюминати сөзі латын тілінен жаңғыру, таралу деп аударылады. 1776 жылы Германияның Бавария аймағында мамырдың 1-інде ресми түрде 5 мүшемен иллюминати ұйымы құрылады. Бірақ бұл құпия түрде болды. Және сол 5 мүшенің бірі Адам Уэшафт. Ұйым мүшелерінің бәрі иллюминати үшін ант берген. Иллюминати ұйымының мүше дәрежесі 3-ке бөлінеді. Алғашқы 5 мүшесінің бәрі масон дәрежесінде. Ал бұл ұйымның мақсаты ұлт, дін, философия, ғылым деген ұғымдарды жойып, жаңа әлем жасау, әлемнің жаңа өмір сүру салты мен заңын орнату, және барлық адамдардың құқығын сақтау, жыныс дәрежесін жоқ қылу, дін, ұлт деген ұғымды жою арқылы әлемдегі соғыс, бөліну, келіспеушілікті жоқ қылу, философия және ғылымды жоқ қылу арқылы табиғатпен үйлесімде болу, жерде ұзағырақ өмір сүру. Сол кезде бұл ұйым таныла бастады. Тіпті бұл ұйым жайлы жоғардағылардың өзі естіп қойған. Иллюминати 10 жыл ішінде 2000-ға жуық мүшеге ие болды. 1777 жылы Баварияның басшысы Карл Теодор болды. Ол католик дінін ұстанушы еді. Сондықтан иллюминатиге қысым бола бастады. 1785 жылы наурыздың 2-сінде үкіметі Баварияның иллюминатиін бұрыс ұғым деп, халық жауы деп айыптады. Иллюминати мүшелерін ұстап алып өлім жазасына кесті. 1786 және 1787 жылдары үкімет ұйым жайлы бар ақпаратты тәркілеп алды. Сол кезде бас масон Адам Уэшафт Францияға кетіп, із-түзсіз жоғалып кетті. Көпшілік Адам Уэшафт Францияда құпия түрде иллюминатиді жалғастырды деп ойлайды. Ал қазір иллюминати ұйымы бар ма? Жоқ, себебі кезінде Бавария иллюминати ұйымы әрі қарай жалғасты деген ешқандай факті мәлімет жоқ. Бар болса да ол құпия ұйым болғандықтан бізге тек жұмбақ болып қалады. Бірақ қазір иллюминати ізбасарлары деген өте көп кішкентай ұйымдар бар. Бұлардың бәрі өтірік, себебі бұларда еш билік жоқ және құпия сақтамайды. Істеген ешқандай әрекеттері жоқ. Жай ғана ақша табу үшін иллюминатидің атын жамылған алаяқтар. Тіпті иллюминати официальный сайт деген сайтта бар екен. Және оған кез келген адам тіркеле алады. Бұл 100% өтірік. Егер мүмкін Dark Web'те осындай сайт болса, ойлануға болатын шығар. Бірақ бұл мынандай қолжетімді болмауға тиіс. Және көптің алдындағы танымал адамдарды иллюминати мүшесі деп санайды. Себебі олар иллюминати символдарын көрсеткен екен. 3 бұрыш, 1 көз, 666, сол секілді көптеген символдар. Бірақ бұл нәрсеге басқа тұстан қарасақ, бұл қара пиар. Халықтың назарын аудару үшін осындай көпшіліктің құпия деп сенетін нәрсесін пайдалану. Бұл керемет қара пиар емес пе? Және мұна қызықты қараңыз. Мұна ютубер өзінің суреттерінен иллюминати белгісін тапқан. Ол оқыс осылай түсіп қалған екен. Тіпті сіз өз суреттеріңізден иллюминати символдарын іздейтін болсаңыз, иллюминати символына ұқсайтын әрекеттерді көріп қаласыз. Сондықтан осылай өтірік тырнақ астынан кір іздеу керек емес. Және көбісі $1 иллюминати белгілерін
иллюминати ұйымы бар дегенді дәлелдейді деседі. Шынымды айтсам, бұл жайлы мен ешқандай шынайы анықтама таба алмадым. Сондықтан дәлелденбеген мәліметтерді айтқым келмей отыр. Мен бұл видеода иллюминати бар немесе жоқ деп қорытынды шығарған жоқпын. Бар болғаны көрермендерім сұрағандықтан шынайы ақпаратты жеткізгім келді. Ал қорытынды шығаруды мен сізге қалдырамын. Сондықтан өз шығарған қорытындыңызды комментарийге тастап кетіңіз. Ал достар, видеоны аса лайк басамыз және арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Өз ой пікіріңізді міндетті түрде комментарийге тастаймыз. Достар, мен сіздерге неғұрлым жақынырақ болу үшін әртүрлі әлеуметтік желіде парақшалар ашудамын. Соның арасында Instagram парақшамыз бар және Facebook парақша.